Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін біз осы Кентау қаласындағы Family Park деген ойын алаңына бардық. Бізге ұнады ма, ұнамады ма, ішінде қандай ойындар бар, бағасы қанша деген сияқты сұрақтарға осы видеодан жауап таба аласыздар. Негізінен бұл ойын алаңы осы жақында ғана ашылған, сол себепті іші тап-таза. Барлық жер ешқандай шаңсыз тап-таза болды. Біз барған кезде сол тазалығы бізге өте қатты ұнады. Және бағасы да біз үшін тиімді болды, себебі безлимит, яғни шексіз ойнау ойын түрі бар жоғы 2000 теңге. Бұл 2000 теңгеге осы ойын алаңындағы барлық ойынның түрі кіреді. Және сағат түнгі 11-ге дейін барлық ойынмен қалағаныңызша ойнай аласыздар. София негізінен секіргенді өте қатты жақсы көреді. Сол себепті София батутта көбірек ойнады. Ал маған ең ерекше көрінгені ішінде песок, яғни осындай құм бар екені. Басқа ойын алаңдарынан ондайды көрмегеннен кейін мен осы жақтан көріп қуандым. Себебі осындай құммен ойнаған бала ертерек дамиды. Ал енді құмнан бөлек маған осы ойын алаңының жарықтығы, яғни освещениесі өте қатты ұнады. Суретке де, видеоға да түсірген кезде жап-жарық, әп-әдемі яркий қылып түсіреді. Ал енді ары қарай осы видеодағы болып жатқан нәрселерді көрсетіп айта берейін. Бұл жерде касса, яғни супермаркеттің кассасы. Енді шамалы үлкендеу қыздар осы жерде біз барған кезде кәдімгідей өздері сатушы, біреуі сатып алушы болып ойнап жатқанын көрдік. Жалпы негізі қызық ойын. Мына жақта баланың ұсақ қол моторикасын дамытатын осындай ағаштан жасалған ойыншықтар бар. Енді бұдан бөлек балалар ойнап жатқан кезде ата-анасы демалып отыратын осындай массажный креслолар бар екен. Мына жақта шеті ғана көрініп қалған екен, барып арнайлап түсірген видеом жоқ екен. Енді өзім де отырып көрдім, жақсы, өте күшті екен. Ал мына қабырғаға салынған суреттер көзге өте ерекше болып көрініп тұр. Менің осындай эмоцияма қарап, мына ойын алаңы бізге өте қатты ұнағанын өздеріңіз біліп те отырған шығарсыздар. Көзге әдемі болып көрінеді және өте качественно салынған. Ал мына жақта осындай баллончиктермен төменге қарай сырғанайды. Үлкендерге сырғанауға болады ма, болмайды ма білмеймін, бірақ мен өзім өте қатты қаладым осылай сырғанауды. Бірақ енді бақылаушы адамдар бар болғаннан кейін барып, олай сырғанаған жоқпын және сұраған да жоқпын, болады ма, болмайды ма деп. Балаларға арналған болғаннан кейін енді ұялдым. Бірақ өзім ана болсам да, мына жақта менің өзім аласұрып ойнағым келіп кетті. Ішінің атмосферасы енді күшті. Біз барған күні өздеріңіз көріп тұрғандай адамдар өте көп болды. Себебі бір кішкентай баланың туған күні екен. Және сол баланың достары келген. Ата-анасы аниматор жалдап, тортпен сол баланың туған күнін құттықтады осы ойын алаңында. Бірақ мен ол видеоларды шортсқа салдым, себебі оның форматы бұл ютубтың форматына сәйкес келмеді. Ары қарай осылай Софияның ойнағандарын түсірдім. София ойын алаңына кіре сала осы сухой бассейннің ішіне кіріп кетті. Себебі шариктердің арасында жүргенді жақсы көреді. Ал мына жерде қабырғаға өрмелейтін ойынның түрі негізі, бірақ София кішкентай болғандықтан дұрыстап өрмелеп шыға алмады. Сол себепті осындай кубиктармен ішінде ойнады. Бұл да енді шарики сияқты. Сухой бассейннің ішінде жүрген сияқты, бұның ішінде де солай жүрді. Бірақ енді сухой бассейндегі шарик пластмас, ал бұл жұмсақ губка. Жаңа айтқанымдай, София секіргенді өте қатты жақсы көреді. Тоқтаусыз осылай секіре береді. Жүр кеттік басқа жаққа ойнайық демесе, осылай секіріп, ішінде жүре береді. Және ата-аналарға қызық факт, секірмеген бала сөйлемейді дейді. Сол үшін баланы секіртіп үйрету керек. Осылай секірген сайын баланың сөйлеуі, тілі ертерек дамиды екен. Айтпақшы, бұдан бөлек бұл ойын алаңының ішінде ана мен бала бөлмесі бар. Ол жақта пеленальный столик, отырып емізуге столчик, одан кейін аристон мен ыстық су бар. Осылайша тек балаға ғана емес, анаға да жағдай жасап қойған. Осы ойын алаңын ашқан адамдарға үлкен алғыс.